Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі ши бауырсақ немесе ұсақ бауырсақ деп те атайды. Күшті бір рецептісімен бөлісетін боламын. Осындай қарапайым заттардан дайындалады. Бізге қажетті заттар: қант, су, жұмыртқа, тоң май, ұн және тұз қажет болады. Ең бірінші ыдысымызға жұмыртқа, тұз, су және де тоң майымызды құйып, қант барлығын салып араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырамыз, барлығын бірден салып жібермейміз. Осындай қатты тесто илену қажет. Біздің қамырымыз қатты болмаса, ши бауырсақтарымыз дұрыс шықпайды, және де кесілген кезде мазаларыңызды алып дұрыс кесілмейді. Егер қамырларыңыз қатты болатын болса, қатты да қатты емес, осындай орташа болу қажет. Тым жұмсақ болмау керек. Бір келкетіп әдемі кесіледі, және де қытырлап дәмі керемет болып шығады. Осындай күлшелерге бөліп аламыз. Қамырымызды жаямыз. Қалыңдығы міне тура видеодағыдай болу қажет. Қатты қалың да болмайды, қатты жұқа да болмайды. Ұзын-ұзын етіп кесіп аламыз. Неше түрлі формада жасасаңыздар болады, өз қалауларыңыз. Маған осылай жасаған өте удобны. Майымызды алдын ала қыздырамыз. Міндетті түрде қызып тұрған майда пісу қажет, қыздар. Тоқтаусыз араластырып қуырып аламыз. Осымен біздің ши бауырсағымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса, шынайы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің инстаграм парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Айгерім. Ас болсын.